Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап ауызша қосу және азайту. Екінші сыныптың 16-шы сабағы. Бірінші тапсырмада қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндік. Қарайық, міне 56-ға 4-ті қосуымыз керек. Ол үшін 56-ны 50 мен 6 деп жазып аламыз. Осы жерден 50 қосылған 6-ға 4-ті қосамыз, 10 шығады. 50-ге 10-ды қоссақ 6 шығады екен. Ары қарай 60-тан 4-ті азайту үшін 60-ты 50 мен 10-ның қосындысы ретінде жазамыз. 50 қосылған 10-нан 4-ті азайтамыз. 50-ге жақша ішіне 6-ны қоссақ 56 шығады екен. Енді әр пунктіндегі есептеу тәсілдерін түсіндіре отырып, шығарып көрсетеді. Бірінші әр пункт деп қояйық. Бірінші есеп 53-ге 7-ні қосамыз керек. 53 қосылған 7 болсын. 53-ті 50-мен 3 деп жіктеп алатын болсақ, ары қарай 50 қосылған жақша ішіне 7 қосылған 3 болады. Жақша ішіне 10 шығады. 50-ге 10-ды қоссақ, 6 шығады. Екіншісі 62 қосылған 8. 62 қосылған 8 тең 62-ні жіктеп алсақ, 60 пен 2 деп жазсақ болады. 60 қосылған жақша ішінде 2 қосылған 8 деп жазамыз. 60 қосылған жақша ішіне 10 шығады, 2-ін қоссақ 70 шығады. Үшінші есеп 70 азайтылған 7. 70-тен 7-ні азайту үшін 70-ті жіктеп алайық. 60 пен 10 деп жазсақ болады. Ары қарай 60 қосылған жақша ішінде 10 азайтылған 7 болады. Тең 60 қосылған жақша ішінен 3 шығады. Қоссақ 63 шығады. Соңғысы 80 азайтылған 6 дейді. 80-ді 70 пен 10 деп жазсақ болады. 70 қосылған жақша ішінде 10 азайтылған 6 болады. Тең 70 қосылған жақша ішінен 4 шығады. Мәні 74-ге тең болады. Енді екінші есепке келейік. Екінші есепте мінекей 26-ға 34-ті қосқанда осылардың қалай орындалғанын бізге түсіндірді. 26-ны 20 мен 6-ның қосындысы ретінде, 34-ті 30-ден 4-дің қосындысы ретінде жазсақ болады. Енді 20-ға 30-ды қосамыз, 50 шығады, 6-ға 4-ті қосамыз, 10 шығады. 2-ін қоссақ 60 шығады. Азайту амалы 60 азайтылған 26-ны азайту үшін 60-ты 50 мен 10, 26-ны 20 мен 6 деп жіктеп жазсақ болады. 50-ден 20-ны азайтамыз, 30 болады, 10-нан 6-ны азайтамыз, 4 болады. 2-ін қоссақ 34 шығады. Осы тәсілді қолданып, әр пунктіндегі есептерді шығарды. Жазып қояйық, номері екінші есеп. Номері 2. Номер 2-нің әр пункті. 72-ге 18-ді қосамыз. 72 қосылған 18. Жіктейік. 72-ні 70 пен 2, 18-ді 10 мен 8 деп жазамыз. Енді 70-ге қосамыз 10-ды, плюс 2-ге қосамыз 8-ді. Оны бөліп жақшаға қоямыз. Жерде қосу амалы бар. Тең. Бірінші жақшамыздан 70-ге 10-ды қоссақ 80 шығады. Оған 10-ды қосамын, мәні 90-ға тең болады. Екінші есеп, бізде бірінші себебі 57 қосылған 33. 57-ні жіктейік, 50 мен 7, 33-ті жіктейік, 30 бен 3 деп. Қосайық. 50-ге қосамын 30-ды, оған қосамын жақша ішіне 7 қосылған 3-ті. Тең. Бірінші жақшамыздан 80 шығады, екінші жақшамыздан 10 шығады. 2-ін қоссам 90 шығады. Үшінші есеп
80-нен 35 азайтайық. 80 азайтылған 35. Бұл есеп шығару үшін жүктемеде 80-ді 70-пен 10 деп жазайық. 70 және 10. 35-ті 30-бен 5 деп жазсақ ыңғайлы болады. Тең 70-тен азайтамын 30-ды, қосамын 10-нан азайтамын 5-ті. Тең. Бірінші жақшаның ішінен 40 шығады, екінші жақшаның ішінен 5 шығады. Екеуін қоссақ 45 шығады. Екінші тапсырмамыздың соңғы есебі 50-ді жіктеп жазайық. 40 пен 10 болады. 24-ті 20 мен 4 деп жазсақ болады. Ары қарай 40-тан азайтамын 20-ны, оған қосамын 10-нан азайтамын 4-ті. Тең. 40-тан 20-ны алсақ 20 шығады, 10-нан 4 алсақ 6 шығады. Екеуін қоссам 26 шығады. Номері енді үшінші есеп. Номер үшінші есеп. Аның орнына 23-ті қосты, оның мәнін тап дейді. 17 қосылған 23. 17 деген 10 мен 7, 23 деген 20 мен 3. Қосайық. 10 қосылған 20, қосылған 7 қосылған 3. Қосылған 7. Тең. Бірінші жақшадан 30 шығады, екінші жақшадан 10 шығады. Қоссам 40 шығады. Келесі есеп. 90-нан 5 азайтамыз. 90 азайтылған 5. 90 деген 80-мен 10-нің қосындысы, ал 5-ті жіктемей қосақ болады. 80 қосылған 10 азайтылған 5 дейміз. Тең. 80 қосылған 10-нан 5 алсақ 5 шығады, мәні 85-ге тең болады. Келесі есеп бізде Келесі төртінші есеп теңдеулер құр және оларды шеш. Бірінші қосылғыш қосындының мәні. Мына үлгі бойынша есептер шығаруымыз керек. 62 қосылған А тең 90-ға. Аның мәнін бірінші теңдеулерді құрып алайық. X қосылған 48, ол тең 70-ге. Енді айырма болған кезде қалай болады? Азайтқыш айырманың мәні. С азайтылған 13, ол тең 47-ге. 57 азайтылған X, ол тең 20-ға. Енді шешетін болсақ осы есептің мәнін табу үшін А тек 90-нан 62-ні азайтамыз, Аның мәні 28-ге тең болады. Орнына қойсақ 90 шығады. Келесі есеп X тең 70-тен 48 азайтамыз, X-тің мәні 22-ге тең болады. Тексеру амалын жүргізсек 70-те 70 шықты. Сының мәнін табу үшін 47 мына минус 13 плюс 13 болып өтеді, екеуі 60-ға тең болады. Қосылады. Тексеру амалын жүргізгенімізде мәні 47-ге тең болады, яғни теңдіктің екі жағы тең болды. X тең 57 азайтылған 20 болады. X-тің мәні 37-ге тең болады. 57-тен 37-ні алсақ 20 болып, теңдіктің екі жағы тең болды. Бесінші есеп шартын құрамыз. Бірінші бізде әнші жалпы біз отбасымызбен театрға бардық. Театрда 11 әнші мен 19 биші өнер көрсетті. Театрда барлығы неше адам өнер көрсетті. Бұлай шартын құрдық, әнші 11 адам, биші 19 адам, барлығы қанша адам екені белгісіз. Ондай жағдайда екеуін бір-біріне қосамыз, сонда 30 адам шықты. Жауабы театрға барлығы 30 адам барып өнер көрсеткен екен. Алтыншы есепте қателерін тауып, оларды түзетіп жаз дейді. Бірінші есепте 87-ден 80-нен 7-ні алсақ 73 дейді. Ол бізде дұрыс. 65-тен 5 алсақ 50 дейді. Ол бізде дұрыс емес. 65-тен 5 алсақ 60-ға тең болады. 90-нан 42-ні азайтсақ 47 шығады екен. Ол бізде дұрыс емес. 90-нан 42-ні алсақ бізде 48 шығады. 48-ге тең.
49-ға 31-ді қоссақ, так, 9-ға 1 қосам 10 бір ойда, 4-ке 3 қосам 7, ойдағымен 8, 80 болу керек. 38-ге 52-ні қоссақ, 8-ге 2 қосам 10 бір ойда, 5-ке 3 қосам 8, ойдағымен 9. Бұл дұрыс екен. 73-ге 6-ны қоссақ, 80 дұрыс емес. 73-ге 6 қоссақ, 79 шығады. Келесі есеп, мен әкем және інім, екі доңғалақты және үш доңғалақты велосипедте тептік. Егер велосипедтің барлық доңғалақтарының саны 9 болса, онда неше екі доңғалақты велосипед бар? Үш доңғалақты велосипед неше? Екі доңғалақты үшеу. Себебі оның екі дөңгелегі бар, үшті екіге бөлсек 6 шығады. Енді үш доңғалақты біреу. Себебі барлық доңғалақтың саны 9 болып тұр. Екі доңғалақты алдау болса, үш доңғалақты біреу екен. Бұның барлығын бір-біріне қоссақ, мәні 9-ға тең болады. Сонымен балдар, бүгінгі сабағымыз соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.